Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз өте дәмді осындай пахлава жасайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ортасы осындай болып шығады. Жұмыртқаны ағы мен сарысынан ажыратып, сарысына жұмсақ сарымай қосып араластырамыз. Аздап ұн салып, бір шай қасық разрыхитель салып, және айран қосып, жұмсақ қамыр илеміз. Илеп болған соң үшке бөліп, біреуін ортасына қойғанға жайып пісіріп аламыз. Жұмыртқан ағына қант қосып, миксерлеп үгітілген жаңғақпен араластырып, начинкасы қылып қоямыз. Ортасына піскен тестаны қоямыз. Начинкасын жақсылап жағып, үшінші тестаны үстіне қойып, видеодағылай етіп кесеміз. Бетіне жұмыртқа жағуды ұмытпаймыз, бүтін жаңғақ қойып шығамыз. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.